бір қанағат деген нәрсені өмірінде білмейтін бір адамдар бар. Mesela айтып қойдым ғой, бағанада бір зопинында шала айтып кеттім, ішім қайнап. Бір кісі бір маған сөйлеп қоштыр қойыпты роман. Сонымен ой, ар жақ бер жағын бүйтпей түртіп естеймін ғой, мен оны бүйтіп естісем күнде пәлем мың адамға еліме ана бай семья деген ұмытып қалдым ғой мен. Осы қаридар ақша табам деп түн-түнімен осы өзім жалғыз жауап беріп білен жарса түн сағат 3-2-де ұйықтаймын. Тәртене кеш батқанша осы көзімді бетімді бояуға бір жарым сағат уақыт құяткен, қалған мен түсте де тамақ жейтін уақыт жоқ менде. Осыншалық шұғылдықпен жүрген адам ғой мен. Барған жерімде де сүйкімсіз көрінемін, кішкене телефон жоқ. Соған бәр нәрсеге бір мындай бір кішкене түсінік деген болсын. Сіздерде де мен кейбіреуіңізден үлкен, кейбіреуіңізден кіші, кейбіреуіңізге сіңіл, кейбіреуіңізге әпке шығарым, кейбіреуге және бірдеме шығарым. Соған менде де осындай бір қыздар бар шығар, менде де осындай бір сіңіл, әпке сіңіл бар шығар деп бірдемен дұрыс ойлаңыздар. Соң осы шапан барыпты, нақ осы сүйсе бұл кісі бұның сидамын мен шығарыппын ғой, оны да 99 деппін, мұнаны да 99 деппін да. Соған сен анан самай маған мынан сапсың, алдамшы, өтірікші, қойш, айтпаған сөз жоқ, мен таңғалып қаппын да. Жеже қанша қалып едіңіз шапан, сен 99 дейді, 20 сом жолақ сұған, біз қорғастан салып жатырмыз. Өйткені мына малды мына жерден біреу көтеріп шекараға апарады. Одан ар жағына тағы көтереміз, ары қарай көйдеге апарамыз. Қолайлылық өте аздап жүрді, әлгі тоғыстыраудақ сияқты мал сасақлан келіп әкеп қалатын әңгіме жоқ. Сонан кейін ол кіресін жеп болады, шынын айтқанда. Осы кеште бәрі ойбай малыңыз бар ма деп көтеріп алып кетеді, оның бәрі пұлмен болатын әңгіме. Содан осындай екен болды, мен ақшаңыз төлейін, пұлыңызды да қайтарып берейін, осыған қайтарып етіңіз, ренжімеңіз оған деп айтсам. Сода сіздер кейде дуйында біз осы сопин шығарсақ, кейбіреулер пиңлон қылады ғой. Ол пиңлон қылған қандай адамдар? Өңкей гірейлер. Ешкімді түсінбейтін, түсінігі жоқ надан адамдар бүтін соның ішіне шығып пиңлон жазады. О, мынау алдамшы, мынау өтірікші деп. Сіз ойлап көріңізші. Оған киім бармай қалған жоқ. Осының тек сидамын алмақшы екен, мынау бар қапты. Малды мен салмайым. Күнде пәлем мың адамға мал саламыз, соның бәрі мен алсам, менің қужаным пышақ келе ма? Мен заказ алам, менің істейтін жұмысым деген жетеді. Соған о балаларда телефон ұрып сұраса кейбіреу мыжиды. Сонымен сала салған ұқсайды енді. Соған сөйтіп, оған кәртей пәлен қамбасын боп, бұл не деген нашар адамдар бар. Кейде бір нәрселер бол, шүнчи зыран осы басым аман денім сауға не боп, алмаса шапан алмас кетті, мен сыртымдағы терім алмас кетпепті ғой, деп бір жүре берсе не болады енді? Бір тоғызсом қалған нәрсе болса, маған күн жоқ. Осыншылық кейбір адамдар бар ғой, тұра сапасыз болғанда ше. Сондай адамдар бірдеме мен қоспай қойыңыздаршы, сатқым да келмейді андай адамға. Бір жақсы адамға мен де талай нәрсені қосып берем ғой. Мына қан толықтау жауһарын 85-ке 5 құты қылып беріп жатырмын ғой, қалқамай мынау. Тек әйелі болсаңыз ішіңізде мынауның пайдасын мен айтпай қояйын, ерекше ғой бұл. Лайқауыңыздан тартып бәріне. Мына немене риматизмдік 65-ке 3 құты. Балалар гайымды мұқым чұқым балаңызла болады екен, ішкізіңіз. Тамақ жемейтін, зейінін чоғырламандырабайтын, осы сөз ұқпайтын балаларыңызға зады 2 талдан 2